Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге баклажаннан дәмі ерекше салат дайындаймыз. Менің каналымдағы рецепттерді жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыз. Ол үшін бізге баклажан, қызанақ, қияр, укроп, сарымсақ, кукурузный крахмал, майонез қажет болады. Ең алдымен баклажанды ортасынан бөліп, үлкендеу етіп бөліктерге бөліп турап дайындаймыз. Табаға салынған баклажанның үстіне кукурузный крахмалды салып, араластырып жарты сағатқа қалдырамыз. Қиярды ортасынан бөліп, видеодағыдай бөліктерге бөліп тураймыз. Қызанақты ортасынан бөліп, сабағын алып, сулы жерінен тазартып алып, турап дайындаймыз. Алдын ала қыздырылған майға баклажандарымызды салып, қызыл түске енгенше жақсылап қуырамыз. Огурцы мен помидорды табаға салып, үстінен чеснокты теркадан өткізіп, туралған укробымызды саламыз. Үстінен қуырылған баклажанды салып, дәміне қарай тұз себеміз. Артынан майонезімізді салып, асықпай, үстінен баспай, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің баклажанды салатымыз дайын. Ыдысқа салып, өз қалауларыңызша үстін безендіріп ұсынсаңыздар болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.